Google Meet видеоконференцияларга арналган карапайым және сенімді шешім. Интерактивті сабақтарды ұйымдастыруға, оқушылармен жеке жұмыс жасауға және ата-аналармен онлайн кеңестер өткізуге қолайлы және тиімді құрал. Алдымен Google жеке аккаунтына кіреміз. Қолданбалардың ішінен Google Meet'ті таңдаймыз. Басты бетте екі нұсқа бар. Сіз жаңа кездесу ұйымдастыра аласыз, немесе код арқылы кіріп, кездесуге қосыла аласыз. Егер біз жаңа кездесу қойындысын бассақ, үш нұсқа бар екенін көреміз. Кездесудің жоспарлап сілтемесін жіберу, кездесуді бірден бастау, немесе Google календарьда жоспарлау. Кездесуді бірден бастайық. Қатысушыларды қосу терезесі шығады. Осы жерде атын немесе электрондық поштасын жазып, немесе ұсынылған контактілер арасынан таңдап, видеоконференцияға қатысушыларды қосамыз. Төменгі мәзірде микрофонды өшіру, камераны қосу немесе өшіру мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар субтитрлерді қосу, пікір жіберуге, көрсетілімдерді бастауға, яғни экранды бөлісуге, немесе сұрақ қою үшін қол көтеруге болады. Мына жерде үш нүкте белгісін бассақ, онда басқа опциялар да шығады. Бізде бұл жерде көрініс режимін өзгерту, толық экран режимін ашу, немесе картинке функциялар пайдалануға болады, немесе видео, бейне қолданған жағдайда визуалды әсерлерді қолдану сияқты бақтаулар бар. Сіз сондай-ақ қатысушылар санын көре аласыз, чатқа қатысуға болады, немесе әртүрлі кеңейтімдерді пайдалануға болады. Ең соңғы опция төмен жақта ол кездесуді басқару элементтері. Google Meet'ке Gmail арқылы да кіруге болады. Ол үшін Gmail'ді ашып, сол жақ бүйірлік мәзірден Meet белгішесін басамыз. Мұнда да жаңа кездесуді бастау немесе кездесуге қосылу опциялары бар. Ашылған терезеде сілтемені көшіріп, электрондық поштамен жиналысқа шақыруды жіберуге болады. Google Meet арқылы онлайн жиналыстар, вебинарлар мен мастер-класстар өткізуге болады. Google Meet заманауи мұғалімдер үшін қуатты құрал. Осы құралды өз жұмысыңызда тиімді пайдалану үшін тәжірибе жасап, жаңа тәсілдерді зерттеңіз.